көктем мезгілі болды. Күн жып-жылы, шуақ шашып тұр. Аңдардың барлығы ұйқыдан оянды. Бірақ Бруно аюы әлі ұйықтап жатыр. Бруно ол өте жалқау еді. Қазір жаз. Күн қатты ыстық. Айналаның барлығы гүлдейді. Аңдардың барлығы сондай бақытты. Олардың барлығы жаз мезгілін жақсы. Бірақ Бруно жоқ. Бруно әлі ұйықтап жатыр. Өйткені Бруно жалқау аю. Күз келді, жапырақтар сарғайып, қызыл және қызыл сары түске боялды. Аңдар ұйықтауға дайындала бастады. Бізде алда қыс келе жатыр. Бруно қайда? Бруно әлі ұйықтап жатыр. Ол күз келгенін әлі білмейді. Қазір бізде уже қыс мезгілі. Аңдардың барлығы қалың ұйқыға кеткен. Жылы үйлерінде ұйықтап жатыр. Ал Бруно қайда? Бруно жоқ. Осы кезде Бруно оянады. Ол өз бақшасына шығып қарайды. Мен осынша уақыт ұйықтағанмын ба? О, жоқ, қыс болып кетіпті ғой. Мен не деген жалқаумын. Мен ақымақ ұйықтап қаппын ғой, деп қайтадан ұйықтауға кіріп кетеді. Сөйтіп қайтадан көктем келеді. Жануарлар қайтадан ұйқыдан оянып, бәрі бір-бірімен әңгімелесіп, сондай бақытты болады. Күн шығып, ағаштар гүлдеп кетеді. Бір кезде бәрі айтады: Бруно қайда? Бруно қайда? Деп барлығы шулайды. Сол кезде Бруно оянады. Бруно сондай бақытты, өйткені көктем келді. Бірақ Бруноның қарны ашты. Сөйтіп ол тамақ іздеуге кірісті.